Сәлеметсіз бе? Жүргізуші қызметі бойынша келдім. Сәлеметсіз бе? Кіріңіз. Мен сізге бірінші айда 330 мың теңге берем. Әр келесі айда алдыңғы айға қарағанда 10 мың артық берем. Келісесіз бе? Келсем. Рахмет, көлігім тап-таза болды. Қуаныштымыз. Осы жерді жалға алу айына қанша болады? 1 миллион 400 мың теңге. Рахмет. Жақсы. Айына 100 мың ғана жұмсап, қалғанын депозитке салып отырсам қалай болар екен? Қайырлы күн. Депозиттің пайыздық мөлшерлемесі туралы білгім келеді. Қайырлы күн. Айына 2%. Көп рахмет. Алғашқы жалақымды 1 сәуірде алсам, және оның 100 мыңын алып қалып қалған депозитке салып қойсам, мамырдың 1-інде оның пайызы түседі. Егер осылай әр келесі айда қайталап отырсам, 1 тамыз күні менде қанша ақша жиналады? Тамыз айында мен автокөлік жуу орталығын жалға алуға ақшам жетеді ме?